Ахиретте сыйлыққа және бақыттылыққа ие болудың жеңіл жолы бар. Өкінішке орай, көпшілік оны есіне ала бермейді. Бұл ғибадаттың ең оңай түрі. Ол үшін өте үлкен сауап беріледі. Бірақ көпшілік ол мүмкіндікті пайдаланбайды. Бұл ғибадат Алланы еске алып зікір қылу. Жаратқанды еске алып зікір қылу жердегі жәннат. Алла тағала Құранда: «Ендеше сендер мені әрдайым зікір етіңдер. Сонда мен де сендерді ескеремін. Маған шүкіршілік етіңдер және әсте күпіршілік қылмаңдар». Бақара сүресі 152 аят. Алла елшісі Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам Алланы еске алғандардың ең жақсысы еді. Жаратушы оны өзіне алып кеткенге дейін оның тілі әрдайым Алланы зікір ететін. Алла елшісі Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтқан: «Кімде-кім күніне 100 мәрте «Ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лаху, лахул мульку ва лахул хамд, ва хуа аля кулли шейин қадир» деп айтса, ол 10 құлды босатқандай сауап алады және оған 100 жақсы амалдың сауабы жазылып, 100 күнәсі кешіріледі. Алланы еске алу көп жақсылықтарға жеткізетін жеңіл ғибадат. Алланы көп еске алу жүректегі дертке шипа. Бұл туралы Аллах Тағала Құранда: «Ендеше біліп қойыңдар, жүректер Алланы еске алу арқылы ғана жай тауып, толық қанағаттанады». Рағд сүресі 28 аят. Егер сен ұйқысыздықтан азап шегіп, түнде тыныш ұйықтай алмасаң, Алланы еске ал. Бір нәрседен қорқып, жан дүниең аласапыран болса, Алланы еске ал. Қиыншылыққа душар болып, мақсатыңа жетер жолда тосқауылдарға ұшырасаң, Алланы еске ал. Жарлы болып, қарызға батсаң, Алланы еске ал. Сен қайғылы, қаралы хабар алсаң, Алланы еске ал. Аңсаған армандарың орындалмаса, Алланы еске ал. Егер өзіңді әлсіз, бақытсыз сезінсең, Алланы еске ал. Саған сынақтар бірінен кейін бірі тоқтаусыз келіп жатса, тағы да Алланы еске ал. Алланы еске алу жаратқанның сыйлығына ие болудың ең жақсы тәсілі. Ол жүрекке бұл дүниеде тыныштық пен рахат, ал ахиретте бақыт алып келеді.